Мамырдың 27-сінде түстенген Екібастұз орталығындағы дүкендердің бірі отқа оранды. Байқағанымыз, өрт сөндірушілерге қала тұрғындары да тілсіз жауды ауыздықтауға көмектесіп жүрді. Меня зовут Владислав. Менің атым Владислав. Өтіп бара жатып түтінді көрдім. От жалынын көрдім. Жай ғана өтіп кете алмадым. Өрт қауіпсіздігінің курсын оқығанмын өзім. Сондықтан бірден көмекке ұмтылдым. Пәтерлерден адамдарды, балаларды, ата-әжелерді шығаруға көмектестім. Өрт сөндірушілер келісімен отты сөндіруге кірістік. Барлығымыз бірлесіп өртті тез сөндірдік. Барлық адамдар көмек берді. Полиция қызметкерлері де төбеге шығып жәрдемдесті. Өрт сөндірушілер де жылдам келді. Олар өз жұмыстарын біледі. Шапшаң қимылдап отты сөндірді. Халықтың, тәртіп сақшылардың және құтқарушылардың осында бірлескен жұмыстарының арқасында өрт сөндірілді. Бақытқа қарай адам шығыны жоқ. Ал дүние-мүліктің орны кейін толар. 27 мая 2022 жылдың 27 мамырында екінші өрт сөндіру бөлімінің пультіне 16 сағат 44 минутта Әуезов көшесі 30 мекен жайында құрғақ шөп жанып жатыр деген шұғыл хабар келіп түсті. Нөмір 2 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндірушілері оқиға орнына келгенде ауданы 100 шаршы метр болатын аумақта құрғақ шөптің жанып жатқанын және оттың осы үйдегі алла дүкенінде шарпығанын анықтаған. Өрт сөндіру кезінде дүкеннің төбесі жанып жатқаны белгілі болды. Жанған төбенің ауданы 80 шаршы метр. Оған қоса 3-ші қабатта 10 шаршы метр болатын балкон жанды. Өрт 3-ші қабаттағы балконды толық қамтыса, 4-ші қабаттағы балконды зақымдады. 17 сағат 05 минутта өрт ошақтары оқшауланса, 17 сағат 35 минутта өрт толығымен өшірілді. Өрт сөндіруге 3 бірлік техника мен жеке құрамның 12 қызметкері тартылды. Көріп отырсыздар, өрт себебі құрғақ шөптің жануы, ал ол болса адамдардың өрт қауіпсіздігін немқұрайлы қарауының жануы әбден мүмкін. Сондықтан күннің ыстық мезгілінде абай болып өрт қауіпсіздігін сақтаңыздар.